Қоянның етін былай жейді. Свежий қоянды аламыз, оны екіге айырамыз. Етті адам санына қарай тураймыз. Менің жағдайымда қоянның жартысын турадым, 2 адамға арналған. Етті турап алғаннан кейін мариновка бастаймыз. Тұз, қара, қызыл бұрыш, кристаллик және де осындай уксусты суға араластырып, бір жуаның жартысын майдалап турадым. 2 чеснокты да майдаладым. Сосын осының барлығын араластырып, жарты сағатқа мариновкалеп қойдым. Мына мариновканың иісі бүкіл әлемді алды. Менің қоян етінен қуырдақ жасап отқанымды түсінген шығарсыздар, иә? Ал пісіруді бастайық. Газдың астын жақтым. Мариновка осындай болды. Майды құйдым, бір жуаны салдым. Жуа қызардау дегенде барлық еттерді салып араластырдым. Бұл жерде тұз ешнәрсе қосудың қажет жоқ, өйткені біз мариновкаде оның бәрін қосып қойдық. Газын азайтып, тамақты жарты сағатқа ұмытып кетеміз. Жарты сағаттан соң қазанның қақпағын ашып, бір томатты салдым да картошкалерді сала бастадым. Картошкаға шым-шым тұз септім, сосын барлығын араластырып, қазанның қақпағын жауып, тағы да жарты сағатқа ұмытып кетеміз. Жарты сағаттан соң тамағымыз піседі. Видео осындай болып тұр. Енді табаққа саламын. Және осы тамақтың қасына дәм болсын деп, осылай жуаны майдалап турап, қызыл бұрыш пен уксусты қосып, приправа дайындадым. Менің қуырдағым осындай болып шықты. Күйеуім екеумізге ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірін жазып кет.